жолдар деген соғыс болып жатқан Сирияның жолдарынан да жаман. 60 мың халық тұрады ол жақта, үш ауылда. Мына жолды жасауға болмайды. Жасау керек, ақша жоқ деп қашан айта береміз. Су жоқ, балалар ауырып жатыр, су жоқ, газ жоқ. Қар тазаламайды. Ауылда не керек? Жұмыссыз халық, қалаға барып жұмыс істейді ғой. Жол жоқ болса транспорт жүрмейді. Транспорт жүріс істеу керек, жол жасау керек. Енді анау жоқ, сметный документ жоқ, мен келген 1,5 жыл деп жасылан топқа жол айтып отыр, мен түстем. 1,5 жыл болды, келеді, 1,5 кешеде Жамбыл ауданында да бір адам сұраққа жауап бере алмай қалып, керемет жауап беріп кеткен. Ауылға келді, Титтай ауылда 2 тендер ойнады, екеуінде бітпеген, екеуінде сотта істі қаралып жатыр. Жолдың бәрі балшық 1 жыл болды. Суда жоқ, не мектепте жоқ, не тамақта жоқ. Оның бәрін қадағалау керек шығар.